Алла Тағала сендерге сүйеніш болса, кім сендерге ұсынылып қалды деп алар. 2 жыл ауғанда ешкім ұсынылып қалмады. Ауған ғой ол, әскері бар, қанша генералдар. Бұл өзің елің ғой. Соның үшін бізді құртатын нәрсе не? Қараң, осы біздің мінезімізді білген, пенделік қандай екенін білген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бастарыңа қайғам кемештен бұрын дейді. Қараң, Алла не істеген деп жатыр. Қайғам келгенде бәріміз істейміз да. Бірақ айтып, қайғығам кемештен бұрын азанда уақытты бөліп, тағажд намазға бұрынырақ тұрып, сажданы қылып, саждадан кейін зікірді қылып, оны оқып болғаннан кейін қолға тас алмастан нұныстан ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bunu adam şey düşman bağın türü gelmeydi. Düşman bağın türü gelmeydi. Bu zikirde ülkenin her şey var da. Bırak bu zikir ne var diken? ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılыңдар, Allah duanı kabul kılады. Peygamber sallallahu айтты ма? Ол әлбетте. Бірақ біліп қой, қатерсіз жүрекпен қылынған дуа қабыл емес. Сол біз көбірек тәсіп ұстап жүргенімізбен мына қылдық дейміз ғой, біз жүрекке мән бермейміз. Жүрекпен қылынған дуа ана қабыл болады. Соның үшін айтып отқаным, енді естетіндерге айтып қояйын. Көп адамдар бізге жұмысымыз жүрмей деп келеді да. Жұмыс жүрмей жатыр, перзентім болмай жатыр, денсаулығым болмай жатыр дейді. Осы ақ айтады ма? Осы ақ нәрсеміз. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Осыны кешке азанында жылап, бір сағаттан оқысыншы. Ісі жүріп кетеді. Бірақ біздің қазақ қолына папка тегеннен кейін, мойнына галстук шалып келгеннен кейін ол қайтып кетеді ғой бәрі. Бұл өте қатерлі. Бірақ бұны оқу әлбетте намазбен болу керек. Намазсыз пайдасыз. Намазбен болу керек. Қан осыны оқып ісім жүрмейді деп келсінші маған. Аллах өтірікші емес. Ол оқыған адам өтірікші. Шарт не екен? Оны дұрыс оқу екен, қатесіз оқу екен. Екінші шарт не екен? Немен екен? Жүрекпен екен. Әлхамдулилла. Соның үшін Құдай ұл да береді, қыз да береді, мал, мүлік те береді. Ол кімнің қолында? Ол Аллахтың қолында емес па? Уа хуа аля кулли шайин қудир. Ол бәріне қадір.